Сәлеметсіңдер ме, 3-ші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балық аулайды. Балық, рыба, аулайды, ловит. Ловит рыбу. Ең алдымен жаңа сөздермен танысайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Балық, рыба. Аулау, ловить. Қармақ, удочка. Лаз, грязная. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Балық, аулау, қармақ, лас. Енді балалар, мәтінді оқиық. Әлібек пен атасы өзенге барады. Олар балық аулайды. Қармаққа балық түседі. Балық: ата, мені алып кетіңізші, дейді. Ата: неге? Деп сұрайды. Балық: бұл өзеннің суы лас, мен лас суды ішпеймін, деп жауап береді. Әлібек пен атасы өзенді тазалайды. Балық оларға рахмет, дейді. Енді аударайық. Давайте переведем. Однажды Алибек и его дедушка пошли в реку. Они ловили рыбу. В удочку попала рыбка. Рыбка сказала: «Дедушка, заберите меня с собой». Дедушка спросил: «Почему?» Рыбка ответила: «В этой реке вода грязная. Я не хочу пить грязную воду». Алибек и дедушка очистили реку. Рыбка сказала им спасибо. Ал енді балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Давайте ответим на вопросы по тексту. Первый вопрос. Бірінші сұрақ. Әлібек пен атасы қайда барады? Здесь у нас 3 картинки на этот вопрос. Первая картинка – река, вторая – дом, третья – горы. А вопрос у нас такой. Куда ходили Алибек и дедушка? Конечно, они ходили в реку. А как река на казахском? Правильно, өзен. Значит, ответ будет Әлібек пен атасы өзенге барады. Следующий вопрос. Әлібек пен атасы не аулайды? Здесь тоже 3 картинки. Черепаха, рыбка и рак. Черепаха на казахском – тасбақа. Рыба на казахском – балық. Рак на казахском – шаян. А вопрос у нас такой. Что ловили Алибек и дедушка? Конечно же, рыбу. Рыба как на казахском, ребята? Правильно, балық. Әлібек пен атасы балық аулайды. Жарайсыңдар. Енді балалар, суретті сөзбен жазып сөйлемдерді толықтырайық. Нам нужно дополнить предложение, вставляя вместо картин слова. Бірінші сөйлем. Первое предложение. Здесь у нас нарисована река. А как река на казахском? Да, өзен. Первое предложение у нас будет Әлібек пен атасы өзенге барады. Следующее предложение. Келесі сөйлем. Так, тут у нас нарисована рыбка. Как рыбка на казахском? Правильно, ребята, балық. Второе предложение будет олар өзеннен балық аулайды. Последнее, третье предложение. И соңғы сөйлем. Здесь у нас нарисована удочка. Как, ребята, удочка на казахском? Удочка – қармақ. Третье предложение будет қармаққа балық түседі. Так, теперь прочитаем с самого начала. Әлібек пен атасы өзенге барады. Алибек с дедушкой пошли в реку. Олар өзеннен балық аулайды. Они ловили рыбу.
қармаққа балық түседі. В удочку попала рыбка. Жарайсыңдар балалар. Балалар, өзен көлдерді суды ластамайық, табиғатты қорғайық. Ребята, давайте не будем загрязнять реки и озера, воду. Давайте беречь природу. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. До свидания, ребята.